Укучылар, бүгін мен сізге үйге іш бермеймін. Ләкин келесі дәрісте контроль іш болашақ. Сізге үйде әзірленірге керек. Дәріс тамам. Бәлки карантин ясарбыз. Исігіздеме? Былтыр карантин болды. Йорты класс дәріске келмеген еді. Ол шақта біз ауырдық бейді. Грипп вақыты еді. Ең мұхимі ауру түгел. Ең мұхимі дәріске ярты классның ғана келу. Әйтик, кімдір соңға қалсын? Мен бұлайда кім сайын сынға қалам. Онға қарап, карантин ясамайлар. Сен өзіңден сыңа қаласың бейді. Кімніңдір іші ауыртсын. Апа, әкімдір дәрістігін үйден атып қалдырсын. Һәм кейде үйге қайтып кетсін. Бір уақыт мен білем мындай хәл болды. Мәктепке барғанда тойып йығылдым. Қорықсам, киімім ертілған, пішірақ. Үйге қайтырға туры келді. Міне бит, әмин бір уақыт кеш бой контроль ішке әзірлендім. Арттырмайынды. Шын, үйден ұялсам, бош ауырта шатынды міне. Яғни мектепке бармасқа көшті. Сен ашылғына керекті. Ышанмасаң ышанма, менің ұл контроль ішіні шумды яласым келген еді. Яғни жібермеді. Сен бұл контроль ішкада әзірлен, карантин ясарға керек болмaz. Түні бойы ма? Йоқ, мында бір гіне айол. Карантин. Ненде карантин олар тұр? Апа, бұл темаға тағын бір дәріс бағышының әлі. Біз контроль ішкі әзір түгіл. Бұл тема меңа да қиын тұйылды. Әйдәгіз келесі дәрісіне қабатлауға бағышлайық. Контроль ішін соңырақ ясарбыз.